ұбт дегеніміз не? Біреулер үшін ең қиын сынақ, біреулер үшін түкке тұрмайтын зат. Әркімнің көзқарасы әртүрлі, бірақ мен үшін ұбт ол мүмкінді. Өз арманыма жетелейтін баспалдақтың бір бөлігі. Тойдың болғанынан боларсы қызық демекші. Мен үшін дайындық ең қызық кезең болды. Дайындалған әрине оңай болған жоқ. Бірақ сізге кім айтты жетістікке жету оңай деп? Күнделікті есептер шығару, тарихи мағлұматтарды жаттау, бір емес екі таңдау пәнін меңгеру. Және де мен үшін ең күрделісі ол мамандықты таңдау. Мамандық таңдау ол дүкенге барып аяқ киім таңдау сияқты емес әрине. Бұл жерде сен осы мамандықпен болашақта жұмыс жасау керектігіңді сезініп, шешім қабылдау керексің. Менің кейбір сыныптастарым стандартный таңдау жүйесін қолданады. Ол қалай? Қазір түсіндіріп берейін. Біріншісі медицина. 80% ата-анасы отбасымызға бір медик керек деген сөздермен. Екіншісі физмат. Бұл жағдайда оқушыға грант керек. Олардың ойларынша грант көп деген оймен таңдайды. Мамандық таңдауға салғырт қараудың керегі жоқ. Қаншалықты мамандықты сүйіп таңдайсың, соншалықты грантқа түсу ықтималдылығы өседі. Бал тілегінен түк шықпайды. Ең дұрысы грант тілеу керек. Және талмай еңбек ету керек. Мен бір рет жүзінде бал алған кезімде ішімде бір басқаша сезім пайда болды. Келесіде осы балдан мүлдем түсіргім келмеді. Күнделікті дайындық кезінде ішімде ертең ұбт деп өз-өзімді итермелеп отырдым. Маған бір ұстазым айтқан: өзіңді күнделікті шабыттандырғың келсе, көрінген жерге грантқа түскің келген университеттің немесе қаланың суретін қой. Мысалыға, ұялы телефонға, шкафқа, айнаға, былайша айтқанда ең көп қарайтын жерге. Сол уақыттан бастап телефонның бетіне армандап жүрген университеттің суретін қойып қойдым. Сенесіздер ме? Шынымен де көмектесті. Көрген сайын шаршау немесе ұйқы шайдай ашылатын. Мотивацияның түрлері өте көп. Біреулер үшін ол ата-анасы, біреулер өзін ақшамен, басқалар жоғары оқу орнымен шабыттандырады. Қысқасы, әркім өзіне дұрыс мотивация табу керек.